әріптестер, қонақтар. Біз қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми-әдістемелік орталығы және Бөлтірік Атқанұлы атындағы нөмір 36 гимназия бірлесіп ұйымдастырған Алматы мектебі бағдарламасын жүзеге асыру аясындағы заманауи білім берудегі оқу шығармашылығын қалыптастыру және дамыту жолдары атты халықаралық ғылыми конференция өткізіп жатырмыз. Кеше бүгін соның аясында екінші күні осы Алматы мектептері жобасын алып отырмыз. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Бірінші Бөлтірік Атқанұлы 36 гимназияға жұмысқа тұрдым. Бірінші сыныбын алдым. Шынымды айтсам, 30 жылдық еңбек өтілімде бірінші рет алдыма ерекше білімді қажет ететін оқушы келіп отыр. Қазіргі таңда мектеп директоры Ақмарал Мағжанқызына рахметімді айтамын. Ары қарай не істеу керек? Практика жоқ. Көптеген әдебиеттер оқи бастадым. Қайтадан ілім алуға кірістім. Оқушыны зерттей бастадым. Бұлақ көрсең көзін аш деген сөз бар. Сол себепті бір нәрсенің ұшын шығару керек болды. Қазақ тілінде нашар сөйлейді және нашар түсінеді. Сондықтан қазақ тілі мен әдебиеттен хабар жоқ. Бірақ әртүрлі қызықты тапсырмалар арқылы қазақша оқуды, жазуды, диктант жазуды, кішкене болса да қазақша сөйлеуді үйренді. Мен мүлдем орысша сөйлемедім. Математикадан есептеуді жақсы көретінін байқадым. Жаратылыстану, дүниетану сабақтары да қызықтырады. Неге деген сұрақты көп қояды. Бәрін білгісі келеді. Сұрағына жауап бермегенше артыңнан қалмайды. Қызушылығы жоғары. Көркем еңбек, бейнелеу өнері, сурет салуды қатты ұнатпайды. Қиялға беріліп, суреттері өзгеріп кетеді. Қолөнерді жақсы көреді. Конструкция, головоломкаларды жақсы көреді. Қозғалмалы ойындар мен ойыншықтар жасағанды да жақсы көреді. 2023-26 жыл сентябрь-қыркүйек айының басында арнайы курс оқи бастадым. Және осы курс оқығанның арқасында Ресей мемлекетіне, Москва және Санкт-Петербург қалаларына іс-тәжірибені мен алмасуға, бөлісуге барып қайттым. Ол жақтан өте көп нәрселер көрдім, көп нәрселер үйрендім. Әрине, ол жақтағы арнайы ерекше білімді қажет ететін балаларға арнайы мектептер бар екен. Біз арнайы мектептерге бардық. Балаларға барлық жағдай жасалған. Әрине, бізде де сондай мектептер, арнайы мектептер болса, нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ өте көп нәрсені түсіндім, өте көп нәрсеге көзім ашылды. Әрине, сол алған іс-тәжірибемізден көптеген әдіс тәсілдерді пайдалануды жұмысыма енгіздім, пайдаланып. Бірінші, екінші сыныптарда кішкентай ғана момақан, қорқақ, үркек, партаның астында отыратын кішкентай бала болса, үшінші, төртінші сыныпта ол өзінің белсенділігін көрсете бастады. Әрине, белсенділігі екі жақтан да бірдей жүрді, сабаққа деген белсенділігі де, және жаңағы өзінің мінезін, өзінің жаңағы қылықтарын, әдеттерін көрсету жағы да әрине қатарынан жүріп отырды. Бірінші, екінші сыныптарда менің оқушыларым жаңағы қамқорлық, көмек, жанашырлық, аяу жаңағы көмектесу деген қасиеттерді осы бала мен қарым-қатынас жасау арқылы менің оқушыларым түсінген, меңгерді, бойына сіңірді, түсінді. Және үшінші, төртінші сыныпта енді бізде біраз қиыншылықтар туындады. Өйткені ол өзінің агрессиясын көрсете бастады. Балалардан қорқпай араласып үйренгеннен кейін ол оларға деген жат қылықтарын көрсете бастады. Сондықтан бізде тағы да проблема туды. Енді сол проблеманы зерттеу барысында, оны қалай дұрыс жолға салу барысында тағы да өте көп еңбектену қажет. Бұл жұмысты ары қарай жалғастыру қажет болып тұр.